Жауапкершілік жоғары сезімді мен финалға дейін ондай сезімде едім. Финалға шыққаннан кейін сол жауапкершілік басым болып кетті менен. Сол себептен жауапкершілігін жеңіп тұрмын. Әйтпесе жоғары деңгейде дайын болдым. Қолдағандарыңа барына рахмет. Күміс жүлде бұл үлкен жетістік. Қазақ елі 20 жыл бұрын Түрксібек еткен. Сен енді құттықтаймын үшінші реттен. 2 балл артық беріп жүрген төрешілер қалай ойлайсың? Білмеймін, күресіп болғаннан кейін мен қайтып көруім керек бұл белдесуді. Бірақ солай болып тұр енді. Мүмкін өзімнің де бір талғада кеткен шығар. Жалпы бір қараймыз ол белдесуді. Енді алтын сыйлығым келген. Енді оған осы күміс іске қосылсын. Сол кешеден бастап бұндай сезімде едім. Содан кейін осы финалдық белдесуде сол басым болып кетті сезім. Жоғары болып кетті. Сол аураны. Қазақ еліне қандай сәлем жолдайсың? Қазақ еліне енді жалынды сәлем. Парижден күміс алқаларыңыз құтты болсын. Енді қалған жігіттер алтын алсын деп тілеймін. Қазақ елі, Қазақстан Республикасының спорт жасай берсін. Тек алтын алсын қалған жігіттер.